Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецептерін ұсынамыз. 66 бөлім қамыс тамыры. Қамыс тамырының ем болатын аурулары және қолданылуы. Өкпенің іріңді ісігіне, кеңірдекшелер кеңеюге, қақырағы сасық, қан аралас мөлшері көп болады. Қамыс тамыры 50 грамм, түйнек қонақтан 15 грамм, шабдалы дәнінен 10 грамм, көк асқабақ дәнінен 50 грамм, жаншылған күйде суға қайнатып ішеді. Екінші рецепт. Қамыс тамырынан 50 грамм, түйнек қонақтан 70 грамм, редиска тұқымынан 50 грамм, көк асқабақ тұқымынан 75 грамм, тау дәрі 100 граммнан суға қайнатып ішеді. Дәріні 8-9 күн ішкеннен кейін ауру белгілері басылса, төмендегі рецепт бойынша дәрі ішу керек. Қоңыраугүл 6 грамм, қаратамыр 6 грамм, тау дәрі 50 грамм, түйнекқонақ 75 грамм, ақ лобы тұқымынан 50 грамм, жүйхуа 12 грамм, бытпылдық шөптен 15 грамм, қамыс тамырынан 50 грамм, көк асқабақ тұқымын 150 грамм суға қайнатып ішеді. Жүйке сипатты құсыққа қамыс тамыры бунақтарын алып тастап 15 грамм, қызанақ білегінен 6 грамм, шикі жаңписыдан 3 жапырақ суға қайнатып суығанда ішеді. Қызылша сыртына шыққанда қамыс тамырынан 50 грамм, аскөк тамырынан 7 тал, бақа жапырақтан 6 грамм суға қайнатып ішеді. Қолдану мөлшері 25-50 грамм. Егер осы видеомыз ұнаған болса, арнамызға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.